Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Біз бүгін дастарханыңыздың сәнін келтіретін, құрамы қолжетімді заттардан тұратын ерекше дәмді корзина салатын дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бірінші кезекте біз корзинамызды дайындаймыз. Ол үшін духовкамыздың табағына кесемізді төңкеріп қойып, үстінен фольгамызды төсейміз. Фольгамыздың үстіне дөңгелек формада кесіліп алынған лавашымызды жауып, үстінен бір жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Жұмыртқа жағылған лавашымызды духовкамызда 180 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Лавашымыз дайын болғанға дейін корзинамыздың ішкі салмасын дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші 200 грамм тауықтың төс етін орташа көлемде кубиктап турап аламыз. Туралған тауықтың төс етінің үстіне дәміне қарай қызыл бұрыш және тұз қосып маринадтап қоямыз. 2 дана қиярымызды да орташа көлемде кубиктап тураймыз. Көк пиязымызды да майдалап турап аламыз. Маринадталған тауық етін қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, толық піскенше қуырып аламыз. Ендігі кезекте салатымызды жинайтын боламыз. Қияр мен көк пияздың үстіне дайын болған тауық етін саламыз. Үстінен кез келген сухари түрін саламыз. Менде осындай багет, сырный ассорти түрі, сіздер басқа түрін қолдансаңыздар да болады. Дәміне қарай ас тұзын және 1,5 қасық майонезімізді салып, салатымызды толық араластырамыз. Міне біздің корзинамыз 10 минутта осылай өз формасын сақтап, әдемі болып пісіп шығады. Дайын болған корзинамызға салатымызды үстінен қатты баспай, жеңіл түрде салып шығамыз. Ең соңынан салатымыздың үстінен осындай картофель пайды салып шығамыз. Бұндай картофель пайды кез келген азық-түлік дүкенінен таба аласыздар, немесе үй жағдайында жасауға болады. Ең соңынан салатымызды әрлеу үшін осындай петрушканы пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне осымен біздің ерекше дәмді корзина салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.